Ассалаумағалейкум құрметті көрермен армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 13-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 29 маусым сенбі күні Петропавл қаласындағы Қарасай стадионында жергілікті Қызылжар командасы чемпионат аутсайдері Қарағандылық Шахтерді қабылдады. Матч фавориті әрине алаң иелері болды. Дегенмен кеншілердің де гол салатын мүмкіндіктері болып жатты. Есеп екінші таймда ашылды. Ойынның 56 минутында Шахтер командасының қақпашысы Егор Цупликовтың қателігінен кейін Қызылжардың украиналық ойыншысы Алексей Шебетун көзге түсті. Ойынның соңында қарымта шабуылға шыққан Петропавлдықтар есепті еселеп кетті. Гол авторы грузиялық футболшы Лука Имнадзе. Қорытынды есеп 2-0. 7 ойын қатарынан жеңбеген Қызылжардың 6 сәуірден кейінгі бірінші жеңісі. Шымкентте жергілікті Ордабасы командасымен қызылордалық Қайсар кездесті. Матч басында Қайсар командасы гол салып есеп ашты. Гол авторы Жақсылықов Айбар. Қайсар командасы гол соғып отыр, қазір көреміз Айбар Жақсылықов. Бар жүйесі жұмыс істейді. Егер офсайд болса, төреші байланысқа шығады бар жүйесімен. Қазір соңын күтейік. Қалай десек те әзірге Қайсар командасымен өте жылдам ұйымдастырылған шабуыл, қарсы шабуыл деп айтуға да болады. Екінші таймда Ордабасының өзбек футболшысы Жасурбек Яқшыбоев өзінің нүктесінен айып добын орындап есепті теңестірді. Стандарттан керемет соққы жасалды. Жасур Яқшыбоев. Міне жанкер қуаныш осындай болады. Таразылар теңестірді. Бірінші тайм басталды 8 минуттың арасында. Өзбекстан легионері және бас бапкері команданың әрине бас бармақпен бағалап отыр бұл соққыдан. Жасур Яқшыбоев, антихахарман бұл игровой гол. Дәл осы футболшы Бауыржан Исламханды аяқтан теуіп тоқтатты. Ал 85 минутта қазір Ордабасыда ойнап жүрген Дембо Дарбо жоқтан бар жасап есепті 2-1 қылып командасын алға шығарады. Қорытынды есеп 2-1. Ордабасының 20 сәуірден бері 8 матч бойы жеңілмей келе жатқан Қайсардың сериясын бұзған жігерлі жеңісі. Алматының Хан Тәңірі стадионында елордалық Астана Қайратты қабылдады. Қазақстандық Эл Классико деп аталып кеткен бұл екі команданың кездесуінде Астана есеп ашты. 28 минутта Астананың литвалық футболшысы Кипрас Казуполова баспен гол салып көзге түседі. Ал қайраттықтар лезде таразы басын теңестіреді. Гол авторы Қайраттың бразилиялық сұрмергені Жоао Пауло. Далее Быстрову не удается вынести мяч из вратарской, поскольку мешал ему Арат, мяч отскакивает к неприкрытым Жау Паулу, и тот Екінші таймның басында Қайраттың ресейлік қақпашысы Вадим Ульянов қателікке бой алдырып өз қақпасына пенальти әкеледі.
ең үздік рекеттердің бірі. Қараңыз. Көрдіңіздер ғой? Бұл топ қолына да жақын. Ал ардақта ол барды да және темаки ойда. Бірақ Илхан Астанов орындаған 11 метрлік айыпдобын Вадим өзі қайтарып, қателігін жуып шаяды. Но мы еще рассмотрим, как Ульянов среагировал на удар Астанова. Астанов, конечно, пробил совсем уж скромный 11-метровый и надеялся на то, что он обманет Ульянов. Ал 67-ші минутта Әділет Сәдібеков паспен гол соғып, командасын алға шығарады. Вот следует подача Кульшина и удар Садыбекова. По всей видимости, мяч пересек линию ворот. Камер не очень хорошо видно. И здесь тоже футболисты закрывают обзор. Но нам нет оснований не доверять судьям, которые находились на поле. И был засчитан 2-1 в пользу Кайрата. 90+5-ші минутта ресейлік футболшы Дмитрий Сергеев Қайраттың 3-ші голын салып, матчқа нүкте қояды. 3-1. Шеварев забивает мяч. На повторе кто из них отличился. Следует по штрафной. Сергеев один открыт. И ему точно в ноги вкладывает мяч игрок Кайрата. Это был, между прочим, Куркин, вышедший на замену в перерыве вместо Юлдошева. Точный пас на Сергеева и 3-1 в пользу Кайрата. Қорытынды есеп 1-3 Қайраттың жеңісі. Семейдегі Спартак стадионында жергілікті Елімай мен Талдықорғандық Жетісу командасы кездесті. Бірінші таймда соғылған гол болмады, ал екінші таймның басында Асқат Балтабеков бұрыштамадан тікелей гол салып, Жетісуды алға шығарды. Көп ұзамай матч фавориті Елімай есепті теңестіреді. Көзге түскен Иван Свиридов болды. Бірде-бір есебі матч соңына дейін өзгермей командалар ұпай бөлісті. Ал Ақтөбе қаласында жергілікті Ақтөбе командасы мен Қостанайлық Тобыл арасында сұрапыл матч өтті. Есепті қонақтар дәлірек айтсақ бұрыштама соққысының нәтижесінде Ислам Чесноков ашты. Жиырма жетінші минутта Тобылдың мароккалық ойыншысы Ахмед Эль-Месауиди есепті еселейді. Ол аз болғандай бірінші таймның өзінде 45-ші минутта Тобыл 3-ші голдарын салады. Оның авторы Игорь Иванович. Дегенмен Ақтөбе берілмеді. Олар екінші таймның басында пенальти тебу құқығына ие болып, оны Әлібек Қасым сәтті орындайды.
58 минутта тобыл қақпасына тағы да пенальти белгіленіп, оны Дорни Ромеро орындап есепті 2-3 қылады. Есін жинаған қостанайлықтар шабуыл ұйымдастырып, Исламчы Снапков матчта дубль рәсімдеп, командасының ойындағы 4-ші голын салады. Ақтөбеліктер де соңына дейін күресіп, Әлібек Қасымның көтерген пасын Дорни Ромеро голға айналдырып, ол да матчта дубль рәсімдейді. Қорытынды есеп 3-4, тобыл сырт алаңда Ақтөбені жеңді. 13-ші тур ойындарын 1 шілде дүйсенбі күні Шымкентте Тұран Атырау матчы жапты. Бұл ойындағы есеп 14-ші минутта ашылады. Гол авторы серб футболшысы Никола Цуцкич болды. Және түркістандықтардың есепті еселейтін керемет мүмкіндіктері де болған еді. Бірақ 44-ші минутта Тұранның тунистік футболшысы Бен Чоук пенальтиді сәтсіз орындады. Атыраулықтар есепті теңестіруге қанша тырысқандарымен керісінше Тұран 2-ші голдарын салып кетеді. Бос қақпаға гол салып көзге түскен Тұранның боливиялық футболшысы Вака болды. Дегенмен атыраулықтар шабуылдарын тоқтатпай матч соңында пенальти тебу құқығына ие болады. Оны Атыраудың украиналық футболшысы Александр Нояк сәтті орындайды. Қорытынды есеп 2-1 түркістандықтардың жеңісі. Енді назарларыңызға 13-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестені жеке дара Шымкенттік Ордабасы бастады. Шымкенттік командада 25 ұпай бар. Екінші орында 22 ұпаймен Ақтөбе командасы орналасқан. Үшінші орында 21 ұпаймен Алматылық Қайрат командасы келеді. Ал кесте түбінде 7 ұпаймен Қарағандылық Шахтер командасы келеді. Одан бір орынға жоғары орналасқан астаналық Жеңісте 8 ұпай бар. Сұрмергендер тізімінің көшбасшыларына осы турда гол салып көзге түскен Ордабасының өзбек футболшысы Жасурбек Яқшыбоев қосылды. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 13-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 14-ші тур ойындары Қазақстан кубогының ойындары болатындықтан 2 аптадан кейін, яғни 13-ші және 14-ші шілде күндері өтеді.
Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.